Қайырлы таң достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі роликте бұйырса Алматыдағы Барыс автокөлік базарынан шолу жасаймыз. Өткендегіден бағалар қымбаттады ма, арзандады ма деген сияқты мағлұматтарды осы роликте алатын боласыздар. Сіздерден қолдау, комментарий, подписка, лайк. Бастайық. Так, көптеген көліктер сол күйі тұр. Мерседес пана 124 қаз көрсетем. Жалпы. Так, көрсетейін. Toyota Camry 30-дық. Так, баға 6 миллион 700 2002 жыл. Баға түсет дейді, түспейді дейді. Қызық. 30-ке сондай сұрап тұр. Шанақ бойынша әдемі, полировка жасаған, боялған. Білмеймін, қымбат сияқты. Сонша 2002 жыл машина. Так, Lexus ES 6 миллион 400 2004 жыл. Телефон номер ақ түсті. Так, артыңғы подкрыльник қажырап тұр. Артқы плафон сынған. Бұлай әдемі. Ақ түсті. Android тұр екен, салон бұлғары. Так, 30-ка өкінішке орай бағасы жоқ, сол үшін түсірмей қойайын. Тағы бір 30-ка. Қанша сұрап атсаға? 4-9 жылы? 2002. 2-4 па? 2-4. Америка. LE комплектация. Жақсы? Нормальный бағасы. Corolla Европа рестайлинг дейді. 1-4 механика 5 миллион 700 дейді. Механиканың өзіне сондай баға. Corolla жалпы жағдайы дұрыс. Бізде полный комплектация емес, мультируль жоқ, ортадағы кнопочный бәрі. Лобовой трещина. 5 миллион 700 дейді, механика 1-4 еще. Hyundai Accent 2013 5 миллион 300 дейді, бағасы. Телефон номері 2013 автомат 1-6 дейді. Так, комплектация бізде онша полный емес, ручкалар қара. Бұларына рестайлингтарында ручка боялып келеді. Артқы бампер зазор кетіп қалған. Номерді көрдіңіздер, мүмкін саудасы бар шығар. Так, акценттің әріптесі класстасы Kia Rio дейді. 5 миллион 850. Номер көрінбейді. 2013-2014 дейді. Кузов бойынша әдемі, алдыңғы бампер боялған, түсі кемейді. Салон бюлюр. Так, артыңғы бамперді түсі кемейтін сияқты. Бағасын айттым. Бұлай жалпы жағдай нормальный. Corolla Dorest 2007 5 миллион 350 дейді. Бағасы. Полировать еткен, әдемі. Так, артын крылода біз боялған. Шпатлевка бұлай. Невооруженным глазым көрініп тұр. Қара түс жақсы, негізі әдемі көрінеді. Бірақ умри стряпка деген цвет қой. Бағасы сондай. Toyota түсіре бересің ба дейді. Так, Hyundai'да түсіріп қояқ. Hyundai Avant дейді. Елантыра ұқсайды екен. 5 миллион 500 дейді, 2011 жыл. Так, алдың бампер фаралар телеген, алдың бампер боялған. Полировка жасалмаған. Мына есікте де бар екен шпаклевка. Саудасы бар шығар мүмкін. Жаңа телефон номерге хабарлассаңыздар болады. 35-тік Европа. Тоже артың бампер крыломен екен жаман жасапты. Вроде зазорлар нормальный. Так, капота трещиналар бар екен. 5 миллион 600 дейді. 2004 жыл. 2-4 міне телефон номер. Біздің қазақтар жақсы көреді осы. Европа десе есінен танады ғой. Стистарды әдемі өзінің. Бұлай боялған. Так, артқы фонарлар ауысқан. Соған қарағанда бірдеңе болған ау. Так, артын крылода шпакля жарып тұр міне. Сондай
камерада неге жақсы көріне береді. Былай кеп қарасаңыздар көруге болады. Ошибкалар міне. Қатарда көліктерге де шолу жасап жүрейік. 94 жыл Volkswagen Passat дейді. 2 миллион 570 мың дейді. Телефон нөмір. Арзан қатар деп қойсаң, ар жағы уже 2,5 миллион болып кеткен. Toyota Corolla. Бұл көліктер жақсы көліктер негізі. Так, 2 миллион 470 мың дейді. Телефон нөмір. Торг. Екеуісі бір адамдық сияқты ғой. Что-то почерктар ұқсайды екен жазудағы. Так, суық бүгін. Алматыға қыс келді ғой деймін. Бітейін деп атқанда, қар түсіп. Так, Nissan Maxima дейді. 95 жыл. Үш объем 2 миллион 700 дейді. Бағасы. Номері. Қызыл түсті. Так, алдың крылда кішкене сызық бар екен. Нормально вроде. Жақсы дайындаған сияқты. Так, ана полировочный маз пастасы қап кеткен жерсе. Осыдан арқасы болып асаным шірейтін. Так, артқы есікті шпаклевка бар, алдында да бар екен. Волна болып тұр. Камерада көріне ме? Енді сонша жылдың машиналары ғой. Дейін шық. Осын байқағаным өткенде түсірдік қой, бір ай бұрынша. Сол көліктер әлі тұрған сияқты ма? Так, бәрі бір-біріне ұқсай бере ма? Селедка дейді. 90 жылғы дейді. Бағасы жазылмапты өкінішке орай. 2,3. Біздің әйтеуір түрк ағайындар жақсы көреді осындай. Mercedes, Audi дегендерін. Так, мынау не дейді? Сешка дейді. Алдыңғы бампер. Замена. Полный покраска керек екен. Так, бағасын өшіріп тастапты. 2 миллион 100 деп жазған екен. Жоғарысына жазып қойып қойған. Номері міне 96 2,8. Осы крышада анандай жерлер шырып бастайды осы Мерседестердің бар ғой. Тас тема лавовойда тұрған. Мен по-хорошему в круг бояған дұрыс болады шығар. Бағасы нормальный негіз. Технически жағы дұрыс болатын болса, ал болады екен. Так, бізде номер старый вариант, штрих-код жоқ мына жерде. QR код дегенім. Или біз сияқты алып сатып номерін жасап жүрмеген. Енді кім біледі? Так, бұлардың арқаларын қарау керек. Енді сонша жылдан бері бейшара көліктер жүгіріп жүргеніне рахмет бұлардың. Сондай алдына подкельник керек, жұмыс керек екен. 2 миллион 100 дейді. Технически жағын білмеймін, жаңа номерге хабарласыңдар болады. Так, номер 929 менікі сияқты екен. 929 деген жері менікі сияқты екен да. 93, 94 дейді. 2,8, 5 миллион дейді. Көрінбей тұршы. Жасапты. Әдемі жасапты. Так, бұл да сол түрк ағайындардікі шығар. Артық осы малиновый фарлар қымбат болады жігіттер. Егер оригинал тапсаңдар. Таптырмайды бұл шіркін. Жақсы жасапты, молодец. Полировка, мүмкін керамикада жасатқан шығар. 5 миллион сұрап тұрғанына қарағанда. Жаңа телефон номер көріңдер. Дискісі жарасып тұр. 5 миллионға білмедім бірақ. Көресіздер өздеріңіз. Nissan Zafira A33 деген кузов. Лақтары өңіп кетті өкінішке орай. 2000 жылға 1 миллион 950 мың дейді. 2,5 екен. Осы көлік негізі шана ұнайды маған. Бірлер жақсы демейді. Түсінбейсің. Жұмыс керек екен. Полный покраска, лобовой, анау. Саған бола сұрап отқан шығар. Так, артқа арқамы. 10 бастай болыпты. Номерін қалдырдым. Қызық болса хабарласыңдар. Алдында серияда көлік аз болатын, адам аз болатын. Қарамайсыздар. Толып тұр базарыныш. Көлік іздеп жүрген кісілер де көп. Енді утилизбордың бір жауабы болады деді осы ақпан айында. Ақпан айының ортасы болды бүгін. Жаңалы жоқ бака. Халық көліксіз жүріп шашады ғой деймін. Сонымен қарап атқан ғой деймін. Адамның бәрі осы арзан қатар жақта. Қымбат қатарда онша көп емес адамдар. Мен өткенде айтқандай сол 3 миллион 4 миллионға дейін көліктер сатылып отыр ғой деймін. В основном. Өткенде цондарға барсам да сондай көліктер тұр да, қымбат көліктер жоқ, пока ешкім орнап атқан жоқ.
акценттерінде бағасына сайтта біраз түсті. Алдында 7 миллион бірдеңе деп сұрап жүрген. Қазір көреміз, базарда акцент кездессе бағасын әрине түсіріп жіберетін боламын. Өткендегі базарға қарағанда осы апта қайнап жатқан сияқты, адамдар қардың жауғанына қарамай, жолдың галеоларына қарамай келіп машина қарап жатыр. Бұйырсын, жақсы көлік бәріңізге. Кім көлік қарап жүрсе. Nissan Maxima бар екен, өзіміздің подписчик жігіт екен. Танып көлігін түсіріп берейін деп отыр. Әдемі босындар тұр екен. Вложение бізде сәл форсункадан дейді, трайт етіп тұр. Свечадан да болуы мүмкін. Қуалап оталады екен. Так, автомат 3 объем ба? 2 объем дейді. 95 жыл. Артына рестайлинг фарласа қойыпты. Панорама, мынау деген сияқты. Я бір выхлопын тексеріп, форсункасын алып қойдым дейді негізі. Көріңдер. Не вложение десе мен шындықты айтып тұр ғой сондай деп. Алдамай шығар подписчик жігіттер. Қаз телефон номерін айтады. Бағасы 2-2 дейді. 2-2 дейді. Мүмкін простые ребятадан десем бір 50 мың тағы түсер. Көреміз енді. Номерін айтшы бір? 707 37 49 57. Ана жерде бар екен, мына жігітті түсіре салайын. Көрмейсіз бағасы көрген жоқпын. Көрінді жігіттер. Жаңа ғана кетті базарға. Жақсы сауда болсын жігіттер. Lexus GS 300 дейді. 99 жыл Дорес 3 миллион 900 дейді бағасы. Жасыл түсті екен. Так, шпакля бар. Там на шеті полный шпакля друга. Так, на жаны. Вроде нормально. Полировка керек екен. 3 миллион 900 дейді. Так, Mercedes 2-2 дейді. Ешка дейді. Так, алдында тонировка бар екен. Болмайды ондай. Бағалар түсіпті негізі жігіттер. Біраз түсіпті. Или маған солай кажется. 2-8 дейді. Телефон номері. 2 миллион 800-ге. Енді 2,5-ға мүмкін беріп қалар. Сөйлесіп көруге болады екен. Жалпы нормально. Қозғалтқышы да әдемі істеп тұр. Енді присадкілерді құйып тығып тастамаған болса. Базар қызып жатыр. Сағат 11. Халық көп. Базардың іші толды бүгін. Керемет. Так, ВАЗ жақсы көретін жігіттерге де түсіріп қойын. Приора 1. Мынанда қосып бояу жеріпті. Подюку боялған, крышаға тимепті краска. Так, мына 2 есік шпаклевка бар. Осында жерлерін сәл әдеміз бояу жерсе ғой деймін де майларлар. Так, бұл Приора 1 бізде. Салонда разница болады, қозғалтқышында разница болады, ат күшінде разница болады. Так, мына фара жаңа айырбасталған екен. 1 миллион 900 дейді. 2012 мына телефон номері. Нормально? Жалпы нормально сұрап тұр екен. Керек болса хабарласыңдар. Nissan Zephyr тұр екен. Көре салайық. Өткенде бізде болған ақ түс сияқты. Так, осы негізі Максиманың фара арзан болғандықтан ба салып тастайды екен. Противотуманкасы отдельно. 95 2-5 дейді. Мына телефон номер. 2-8 сұрап отыр екен. Дискісі әдемі екен. Екіде 5 жақсы негізі, 2-ге қарағанда тарту жағынан. Коробкасы 1-2-ге бар ма? 1-2-ге ауыру сол жігіттер. Мотор коробка привозной. Привозной салып жатыр ма? Вложение жоқ қой. Саудалас, енді саудасы реально қанша дейсің бірі? Телефон номерге қой көрсетем ғой. 2-7 ғой болар жері. 2-7. Отырасың, кетесің машинаға, любой жерге. Жігіттер көрінде телефон номер қайтадан сүре салайын. Болар жері 2-7 дейді. 95 жыл. Так, Chevrolet Cobalt дейді.
89 мың жүрілген, 2014 бағасы 4 миллион 600 дейді. Ковальт. Жақсы сыртынан қарасам бұлай іші бірақ кең. Щиток прибор әдем жасаған осылардың. Жиги Nissan Maxima 2 объем. Бұлай таза істеп тұрған сияқты. Плафондарын лақтап қойыпты. Осындай жылтырап осындай мусор қалып қояды. Шкурт етіп қайтан полировать етсең жақсы. Не, жақсы дайындапты. Кузовы әдемі. Так, бізде не дейді, арқалап бір көрейік. Жасалады ғой, сонша жылдан бері. Автомат. Осы щиток прибор осындай болса, араб па сондай ғой, по-моему, Камри сияқты ма? Кнопочный болса Европа, анандай болса араб деген сияқты. Бұл жақсы дайындапты. Әдемі. Привозной қозғалтқыш тұр дейді. Екілік объем. Автомат қазір. 705 71 Сол номерге хабарласасыңдар ғой жігіттер. Бұлай жақсы. Нормальный екен состояниесі. 2.7 дейді. Мүмкін саудасы бар шығар. Сұрап тұр 2.7. Нақты баға дейді. Түсініксіз. Әрмен қарай көре берейік. Сұранысқа ие тағы да бір көлік. Toyota Ipsum дейді. 96 жыл 3 миллион 600 дейді. Бағасы жазылған. Телефон номер анау. Полный привод екен. Та жоғарсында рейлинг жоқ екен. Бұлай жақсы жасаған. Полировкасының аз пастасының майда кетпіпті. Әдемі. Рейлинг болғанда тіп жақсы болар еді. 3 миллион 600 дейді. Сол қазақ болғаннан кейін бәрі осы Камриға тарта береді. Тағы бір Камри түсіре салайшы. Не деп отыр екен? Android тұр екен ішінде. 5 миллион 400 дейді. 2005. Значит 35-ті бар. 35-ті екен. Так, бампер. Сол баяғы Тайвань. Кемейді. Артының бамперде. Шпаклевка бар, жасаған. Жарылыпта бастапты уже. Бағасын жаңа айттым. Так, мына бамперде тыртығы бар. Жалпы солай. Түсініксіз болып тұр бағалар. Кейбірлер нормально сұрап жатыр, бірлер қымбат сұрап жатыр. Сол Мерседестерді жаңа айтып өткен түрік ағайындар алып алған 3 миллион, 3,5 миллион, 4 миллион деп 124 Мерседестерді. Шіркін. Сондай Мерседес жасау қай күн жасайды екенбіз? Міне айтып өттім, 124 3 миллион дейді, 2-2 2-8 болғанда тіпті жақсы болар еді. Плита енді 2-2 104 мотор деп айтылады ғой. Поворотниктер китайский тұр екен. Оригинал тауып берсең керемет. Toyota Camry 25 2001 жылғы дейді. Автомат 2-2 3 миллион 800 дейді. Машиналар түсіпті біраз. Бұл көліктер 2001-де 4 миллион 400 деп сұрап кетіп еді. Түсіпті біраз. Саудасы бар ғой әрине. Бірақ бір бояп жібергенде жақсы болады сияқты. Так, бұл көліктердің ана лобовой резинка тұратын жердің бастап көбісі шырып бастайды. Кімдікі? Осындай тас тиет, бүйтет. Міне көріңіздер ма? Сондай жерлеріне қарап аласыз ғой, 20-нан 25-те. Бұлай. Жасап болады екен. Жасап жіберге. Toyota Highlander дейді. Limited дейді. 2002 жыл 6 миллион 200 дейді. Жақсы. Айтып ғой, басына біреулер түскен. Бірісі қымбат, түсініксіз.
Так, что там қозғалтқыш не дейді? Кішкене лондон бензин жаға алмай жатыр мана шыққан отходтарды. Кішкене иіс бар екен. Так, мынаның ішінде лампочка что-то жоқ қой. Так, жаңа номерін көрсеттім жеге. Сол саудасы бар шығар, 6 миллион төңірегінде сатамын деген ой бар шығар. Телефон номері көрдіңдер, хабарласыңдар болады. Шанақ бойынша бұлай ештеңе айта алмаймын. Так. Блин, қалыпты өлшейтін алып келе керек, толщина мерді. Қозғалтқышында кішкене. Или осылай жасау керек екен. Комментқа жазып кетіңдер, Хайланды жақсы білетін жігіттер. Тағы да Camry. 2-4 2002 5-5 дейді. Camry'ға әйтеуір түспейді ғой ценасы. Шіркін. Жақсы көлік. Жүре береді әйтеуір. Бұзылмайды, сынбайды. Бірақ бұзылса, бір жөндеп алсаң, нормально. Сынбайды деген машина жоқ қой бәрібір. Техника болғаннан кейін. Сондай. Так, американец екен. Деловой комплектация. Volkswagen Polo Restyling. 2015 5 миллион 700 дейді. Не, жақсы көлік. Polo. Машина для народа деп айтады ғой. Переводын орысша. Халықтың көлігі деген бола ма сонда қазақша? Автомат. Түсі де әдемі екен. Так, жаңа бағасын айттым 5 миллион 700 дейді. Сәл қымбат сияқты 5-ке 7-ге. 5 болғанда. Біз қазақ болғаннан кейін тағы да саудаласамыз ғой. 5 дегеннен кейін 4,5 деп сұраймыз ғой біз. 6 десе сразу 5-ке сұраймыз. Сондай болған қазақпыз ғой. Жігіттер, жаңа роликте емен даусым кішкене дұрыс емес шығып, ауыр демалған болсам, естілген болса сіздерге айып етпеңдер. Сәл сырқаттанып қалып, сонымен бірақ ниеттеніп осы жексенбі базарды түсірем бәрібір деп сөйтіп келген болатымын. Көрдіңіздер бағаларды сәл түскен сияқты. Алдыңғы серияға қарағанда, алдыңғы серия ол бір ай болып кетті уже арада. Енді утилдің арзандайтын, арзандамайтын белгісіз. Енді осы ақпан айында бір жауап болады деді. Енді көліктерге олатын болса, Camry'лардың бағасын жігіттер көрдіңіздер, қымбаттап тұр. Енді біздің жеке ойымызды сол Camry'ларды 30, 35, 45-тік деген сияқты осы жаңа жылға дейін енді утилдің әңгімесі болған жоқ қой. Сол кезде банк арқылы алынған көліктерде бар шығар, дұрыс па? Енді бізбен келісетін адамдарда бар шығар. Енді 5 миллионға алып кредит төлеп өзінің көлігін 4 миллионға сатпайды ғой, дұрыс па? Сол себептен де өзінің бағасына өтсе екен деген мүмкін ойлары бар, сондай да халық бар шығар. Енді базарда көбісі 100%-ның 60%-ы мүмкін одан да көп шығар перекупщиктер, машина алып сататындар. Жаңа сөйлесіп жатырмын ғой. Бұрыннан теуіп жүрсіз бе көлікті десем. Иә, бұрыннан теуіп жүрмін, 5-6 жыл болды. Неге номер жаңа? Бұрын ағам атында болған, әкем атында болған деген сияқты. Бірлермен сөйлессең, ана кісі қарыз болған, сол қарыздың үшін машинасын алып алған деген сияқты. Енді көп перекупщиктардың отмазкалары. Сол туралы бір вайн может түсіріп жіберем, перекупщиктер өздері көріп күлетін сияқты. Енді бізде перекупщик болдық қой. Машина алып сатып әйтеуір. Сонымен күн көріп жүрген простые ребята. Енді бұйырса келесі серияда осы арнада жолыққанша, о жерде базар емес, басқа емес, өзіміздің проекттің көлігі. Жаңа проект, жаңа бағдарлама, жаңа алдыға қойған мақсат сол серияда айтылатын болады. Бауырым, досым, ағам, туысқаным, каналға тіркелмеген болсаң, тіркеліп қойсаң, 20 мыңға жуық жақындап қалдық. Сол 20 мың подписчикқа үлес қосып жіберсеңіздер. Жақсы, барлықтарыңыз аман болыңыздар. Келесі серияға дейін. Барлықтарыңа ассалаумағалейкум.